Жаңа жыл жақсы жаңалығымен кіріп келді. Сәлеметсіздер ме достар? Бізге жазылды және де бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Жаңа жыл жақсы жаңалығымен басталды. 1 қаңтардан бастап Қазақстанда ең төменгі жалақы 6.000-нан 7.000 теңгеге дейін өсті. Нәтижесінде әртүрлі меншік нысандағы кәсіпорындарда істейтін 1,8 миллионға жуық жалдамалы жұмысшының табысы артады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Алматыда жол жабылды. Мұңа не себеп болды? Сәлеметсіздер ме достар? Бізге жазылды және де бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Алматы облысы Талғар ауданы Жалғамыс ауылы тұрғындары жолды жауып тастады. Тұрғындардың наразышылыққа шығуына алда жарық жоқтығы себеп болған. Әлеуметтік желіде Нұртай Махан атты азамат қараңғыда көлік кісі қағып кеткенін жазады. Жалпы Талғар ауданының тұрғындары үшін аса маңызды мәселелердің бірі электр жарығымен үздіксіз қамтамасыз ету. Ауданға қарасты ауылдарда жарықпен қамту бұған дейін бірқатар келеңсіздіктер туындаған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.